әлемге танымал Димаш Құдайбергенов өзінің ескі телефон ұстап жүргеніне 5 жыл болғанын атап айтқанда, елдің бәрі дүрлікті. Қанша ақшасы бола тұра неге ескі телефон ұстап жүр? Бұл бір ескі телефон ұстаған адам бір ең нашар адам сияқты сезіледі, бірақ бұл Димаштың өте қарапайымдылығы, атаққа, байлыққа қызықпайтындығы белгілі. Және де неге десеңіз, менің атам мекенім бар, тәуелсіз мемлекетім бар, кең байтақ жерім бар, отбасым аман, халқым аман, бауырым бүтіндепті. Міне, Димаштың байлықтары осы екен. Димаш әртіс емес, ең алдымен Димаш бизнесмен емес, ең алдымен Димаш қарапайым адам. Қуанғанда шаттанатын, қиналғанда мұңаятын, адамға жалпы тән барлық қасиеттердің түрі тұла бойынан табылатын, Алланың алдында дәрменсіз жай ғана барлығымыз сияқты пенденің бірімін. Абстракциялық тұрғыда бұл сұраққа жауап беретін болсам, өмір атты мұхит айдынында өнер кемесімен жүзіп келе жатқан жолаушымын немесе саяхатшымын.